Бәріне сәлем, Қазақстанның жас программистері. Бұл IT Power Lab арнасы. Бүгінгі видеода біз коллайдерлер туралы айтып кетеміз. Ал ендеше кеттік. Алдымен бокс коллайдердің екенін айтып кетейін. Бокс коллайдер бұл қарапайым тік бұрышты сияқты коллайдер. Яғни сіздің объектіңіз қандай формада болса да, бокс коллайдер оны тік бұрыш ретінде қоршап тұрады. Егер сіздің модель шар сияқты домалақ болса да, бокс коллайдер оны қорап сияқты етіп қоршайды. Mesh коллайдер дегеніміз не? Mesh коллайдер бұл объектінің нақты моделінің пішініне сәйкес келетін коллайдер. Яғни оның формасы күрделі болса да, Mesh коллайдер дәл солай пішін жасайды. Егер сізде күрделі көлік моделі болса, Mesh коллайдер оны нақты формасы бойынша қоршайды. Ал енді оны қалай қосатынын көрсетейін. Алдымен бокс коллайдерді қосайық. Иерархиядан көлікті таңдаймыз және инспектордан Add Component дегенде басамыз. Box Collider деп жазамыз. Сосын оны таңдаймыз. Шыққан кубты үлкейтіп, көлікті кубтың ішіне қоямыз. Енді тексеріп көрейік. Көргендеріңізде бокс коллайдер дұрыс емес жұмыс жасап тұр. Өйткені көліктің формасы күрделі, куб емес. Ал енді Mesh коллайдерді қосып көрейік. Mesh коллайдер қосамыз. Инспекторда Convex деген жерден галочканы қоямыз. Енді Mesh деген жерден Body дегенді таңдаймыз. Енді тексеріп көрейік. Көргендеріңізде Mesh коллайдер көлікпен керемет жұмыс жасап тұр. Өйткені Mesh коллайдер нақты модель формасын береді. Осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып арнаны тіркеп кетіңіздер. Келесі видеода көріскенше.